Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпақшы, ана бір Құран жазып отырып пайғамбарымыздың жанында, білесіздер ғой, Құран жазып отқан Абдулла ибн Аби Сарх деген сахаба болған. Келіп исламды қабылдап, пайғамбарымыздың жанында мына Құран жазып отқан ол кісі. Аят жазып отқан, уахи жазатын сахаба болған. Сол Құдайдың құдіреті Мүъминун сүресінің аяттары түсіп жатқан кезде жаңағы адамның болмысы, жаратылыстары туралы аяттарды айтып жатады Алла Тағала. Оларға жүрек бердік, көз бердік, осылай көркем бейнеде сөйтіп айтып жатқан кезде мына сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аятының ортасын сөзбен бөліп жіберді. Көрдіңіз бе, әдепсіздік. Сөзбен бөліп жіберді де фатабаракаллаху ахсанул халиқин деп айтып жіберді дейді жаңағы сахаба. Мына жаратушылардың ішіндегі ең ұлысы болған Алла Тағала өте үстем берекелі деп айтты дейді. Сөйтсе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады дейді, шынымен де аяттың жалғасы солай еді деп айтады. Оқ дейді, мәссаған, мынау менің сөзім жаздырып отыр ғой дейді. Меккедегілердің айтып жүрген рас болды ғой дейді. Мәссаған жайлап ана жерде не қылады, ручка қояды да жайлап атқа мінеді де Меккеге қарай ұшады ғой жаңағы сахаба. Болды, сол жерде не істеп кетеді? Діннен шығып кетеді. Пайғамбардың жанында отырып діннен шығып кетеді. Имам Құртуби өзінің тәпсірінде осы оқиғаны алып келеді. Жаңа аяттың тәпсірінде. Сонда Меккеге жетті де бүй деп айтады дейді ғой, сендер дұрыс айтып келіпсіңдер ғой қаншама жыл дейді. Анау деген адамның әңгімесін жазып жүрген ғой дейді Мұхаммед. Мен деген табаракаллаху ахсанул халиқин деп айтсам соны жазып тұр ғой анау дейді Мұхаммед. Менің сөзім жазып тұр ғой дейді. Меккенің бәріне шертеді ғой анау. Өздері деген қалай жау боларын білмей жатқандар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның осындай артынан үлкен ауыр әңгімелер айтады. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға жеткен кезде ертең біз Меккеге барғанда дейді, мына 3 адамды қағбаның жабуының астынан тауып алсаңдар да ешқандай кешірмеңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп Меккеге барады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мына Меккенің ашылуы деген оқиға бар тарихта. Мына оқиғадан 2 жылдан кейін болған. Білеміз ба Меккенің ашылуы деген? Я деп айтып қоя берсеңіздерші, білет деп ойлап жатырмын иншалла. Я дей беріңіздер. Өзім айтып беремін бәрібір. Меккенің ашылуы деген оқиға бар тарихта болған. Пайғамбарымыздың пайғамбарлығы 23 жыл созылған болса, 21 жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинадан Меккеге қайтадан жеңіспен келеді. Фатх деген сүре түседі Құранда. Дұрыс па? Сол мінекей Меккені ашуға келе жатқан кезде осы сөзді айтқан. Меккені қағбаның жабуының астынан 3 адамды тауып алсаңдар, аямай осының шаруасын бітіріңдер дейді. Ана екеуі ұстап қалады Меккеге барған кезде. Мынау ұсталмай қалады ғой, Абдулла ибн Аби Сарх деген сахаба. Бағана мұртат болып кеткен сахаба, діннен шығып кеткен. Сонымен сахабалар былай іздейді. Жоқ жаңағы, жоқ. Қаяқта жоқ. Ешкім таппайды ананы. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккедегі бүкіл шаруаларды бітіріп қағбаның жанындағы анау пұттардың барлығын қиратып өртеп болғаннан кейін сол жерге таухидты, Алланың жалғыздығын орнатып жатқан кезде бірнеше күн өтіп кеткеннен кейін Осман ибн Аффан деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның күйеу баласы ғой, Зуннурайн деген, 2 нұрдың иесі. Сол кісі келіп тұр дейді, қасында жаңағы пайғамбар жанында аят жазып отырып шығып кеткен кісі бар дейді қасында. Сонда Осман, не болып отыр? Қанша күн бойы біз мынаны таба алмай жатырмыз ғой. Не дейді? Алланың елшісі, біз кешірім сұрауға келіп тұрмыз деп айтады дейді. Сөйтсе Осман радиаллаху анху үйіне тығып қойған екен ғой Меккеде мынаны. Көрдіңіздер ме? Неге тығып қойған десек, екеуі бір шешеден емген сүт бауыр екен ше. Көрдіңіздер ме? Шариғатта сүт бауыр деген нәрсе бар, дұрыс па? Бір анадан емсе, олардың некесі харам болады және олар бауыр болып есептеліп қалады, дұрыс па? Міне сол сүт бауырым еді дейді Алланың елшісі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көңіл күй түсіп кетеді кәдімгідей ше. Бұл қалай болды деген сияқты. Сөйтіп мына жаққа қарай жайлап қарайды дейді. Қараса Осман мен Абдулла ибн Аби Сарх екеуі мына алдына келіп тұр дейді. Алланың елшісі кешірші деп айтады дейді. Былай қараса мына жаққа келіп тұр дейді екеуі. Алланың елшісі кешірші деп айтады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біраз тұрып қалды да кешірдік деп айтты дейді. Мұртатты кешірді. Яғни діннен шығып кеткен адамды бар ғой, кешірді. Діннен шығып кеткен не то что ана әңгімені айтсай сен, мен әңгімем жазып жүр сөздерімді. Кейін бұл өзінікінің дұрыс емес екенін түсінді бірақ. Көрдіңіз ба? Сөйтіп келіп қайтадан пайғамбардың алдында не істеді? Саллаллаху алейхи ва саллям исламды қабылдады. Бірақ ішінде жаман қатты өкініш болды бұл кісінің. Екеуі Осман екеуі кетті радиаллаху анху. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына сахабалар келіп, Хубайб ибн Ади деген сахаба болып ұмытпасам, сол келіп айтты, Алланың елшісі, неге сонша ұзақтан кейін барып кешірдім деп айттың дейді да? Бірден кешірдім деп айтпадың ғой дейді. Неге ұзақ тұрып қалдың? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады дейді, сендердің біреулерің мен айтқан тапсырманы орындайды ма деп күттім дейді. Түсінікті ғой тапсырма, күттім дейді.
Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахаба айтады дейді, Хубайб, аллаң қыш бермейсің ба көзді? Көзді бір қыш берсең болды ғой дейді да, шаруасы бітті оның дейді да. Біздің көз ғой қысыла беретін деп қойып. Ол пайғамбардың көзі. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты дейді? Пайғамбарлардың көзі қиянатқа бармайды деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көзімен жасаған жоқ, бірақ бұда да бір қайыр болды. Ең ауыр күнәні жасаған адамды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеп жіберді? Кешіріп жіберді ғой. Көрдіңіз ба? Кім істей алады? Істей аласыз ба? Сіздің дініңіз емес, қара басыңызға айтқан әңгімені соны кешіре алмай жүрік қой біз. Дініңе тиіскен жоқ әлі ешкім. Қара басыңа айтқан проблема, өзің бір деңіңді айтқан соны кешіре алмай жүр әлі. Мына жаққа салып алғанбыз. Бір кісі айтқандай, мен 8 жылдан кейін маған келіп тұр, баяғыда сен айтқаныңды білесің ба дейді. Мен қайдан білейін? Мен әлі ренжіп жүрмін соған дейді. Енді айтпайсың ба 8 жылдан ертең өліп қалсақшы екеуміз. Кеттік қой. Сол жерде кешірім сұрадық енді ана алдында жаңа. Кешір енді сен алып тастадың ба жүрегің, енді тағы бір 8 жылдан келіп тұр ма? 16 жыл болған еді мен саған ренжіп жүргенде деп. Міне бір-бірімізді кешіріп бағалап жүрейік деп айтып жатырмын ғой. Көрдіңіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кешірді. Бірақ қараңыздар Құдайдың құдіретін. Жаңа Абдулла ибн Аби Сарх бар ғой, жаңа сахаба, исламды қабыл. Сол айтты дейді, қалай пайғамбарға зиян бердім, дәл солай исламға артығымен зиян бермесем, мына жаным харам деп айтады дейді да. Жанымның бұлай шығып кете салу әшейін харам деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көзіне түспеуге тырысып жүрді барынша өмірден өткенге дейін. Өмірден өткен кезде Абу Бәкірдің жанында мұртаттар бар, мына зекет бермейміз дегендер. Исламда шықты ғой. Діннен безгендер, новый пайғамбарлар шықты жаңа. Я, бізде де шығып жатыр жаңа Түркістанда бір жерлерде пайғамбар. Сол Мусайлама Каззабы бар, жаңағы басқа сәжасы бар. 3 пайғамбар қатарынан шыққан. Тулайха ибн Хуайлид деген шыққан. Мен де пайғамбар болдым, если что деп. Бүкіл басына адамдар еді. Солардың барлығымен соғысып, солардың әскерлеріне нүкте қойды.